Рамазан Мұханов 42 жаста еді. Оның кеңсесі Алматының ең еңселі ғимараттарының бірінде, Әл-Фараби даңғылындағы 23-ші қабатта орналасқан. Ол өз қолымен әрбір таңды жұмыспен атырып, маңдай терімен ер азаматқа өзін бақытты сезіну үшін қажеттінің бәрін жасағанына кәміл сенімді болатын. 23 жасында ескі компьютермен сәл салмақ салса сықырлайтын қисық ағаш үстелі бар жалдамалы пәтердің бір бөлмесінде негізін қалаған компаниясында бүгінде 416 адам жұмыс істейтін, ал жылдық айналымы миллиардтаған теңгені құрайтын. Ол енді келісімшарттар үшін күресудің қажеті жоқ кезеңге жеткен еді. Келісімшарттардың өзі оған келетін. Өзінің кім екенін ешкімге дәлелдеудің де керегі жоқ еді. Тегінің өзі ол үшін бәрін айтып тұратын. Оның Самал ықшам ауданында 270 шаршы метрлік пәтері, ХАЗУ-дың заң факультетін бітірген, корпоративтік заңгер болып істейтін қалыңдығы және бір жиналыс пен екіншісінің арасындағы бос уақытын басқару үшін екі бірдей көмекші қажет болатындай тығыз жұмыс кестесі бар еді. Бірақ оның бір ғана заты жетіспейтін, бірақ ол бұл туралы ешқашан дауыстап айтпайтын, ол жан тыныштығы еді. Оның ішінде бір дыбыс үнемі жаңғырып тұратын. Бұл дыбыс ешкім байқамайтын, бірақ құлақ үйреніп кеткендіктен саналы түрде естілмейтін кондиционердің гуілі сияқты тұрақты болатын. Рамазан бұл мазасыздықтың аты не екенін де, оның қайдан бастау алғанын да білетін. Бірақ ол жылдар бойы осы дыбысқа қарамастан жұмыс істеуді, сол мазасыздықтың үстіне жаңа міндеттемелерді, жиналыстарды, мақсаттар мен жетістіктерді үйіп тастауды үйренген еді. Күннің ұзақтығы сондай, ол ақыры басын жастыққа қойғанда, сол мазасыз дыбыс жүйелі ойға айналуға қауқарсыз қалатын. Көп жағдайда бұл әдіс жұмыс істейтін. Бірақ мамырдың сол бір дүйсенбісінде бұл әдіс істен шықты. Дағдарыс ең жаман жағдайлар сияқты ескертусіз келді. Компанияның жылдық табысының 22%-ын қамтамасыз ететін ең ірі клиенттердің бірі ішкі құрылымдық өзгерістерді, басшылықтың ауысуын және Рамазан соңғы 3 ай бойы шешуге тырысқан бір қатар түсініспеушіліктерді сылтау етіп, келісімшартты ұзартпауға шешім қабылдады. Бұл хабар жұма күні түстен кейін расталды, және ол Рамазанды бұрынғы дағдарыстардан мүлдем басқаша соққы болып тиді. Мәселе тек сандарда емес еді. Мәселе сол сандардың нені білдіретінінде болатын. Оның бақылауынан тыс бірдеңе болды, және енді ол есеп-қисапты реттеп, әлі көрінбейтін шешім жолдарын іздеп жатқанда, 236 отбасы белгісіздік жағдайында қалды. Ол көмекшісін сағат 18-де жіберді. Командасын сағат 20-да үйлеріне қайтарды. 23-ші қабатта ашық кестелермен жалғыз қалды. Төменде Алматы қаласы ешқашан тоқтамайтын тірі ағза сияқты жарқырап жатты, ал оның иығына кез келген кестемен түсіндіруге келмейтін ауыр жүк түскендей сезім ұлғая берді. Бұл сезім дағдарыс басталмай тұрып-ақ бар еді. Ол қаншама сандарды үйіп тастаса да, кестелер бұл ескі мазасыздықты ешқашан толық жасыра алмайтын. Дәл сол кезде ол оны алғаш рет көрді. Дұрысы, оны алғаш рет байқады, өйткені Сәуле Ибраева бұл ғимаратта 4 айдан бері жұмыс істейтін. Ол қызметтік дәлізден дәл сағат 22-де алдына тазалау арбасын итеріп, мойнында құлаққап, бұл жердің әр бұрышын өз үйінің ауласындай білетін адамның кейпімен кіретін. Ол 40-шы жылдардың ортасындағы, шашын төмен түйіп алған әйел еді. Оның әрбір қимылынан жұмысын артық күш жұмсамай, асықпай, бірақ кешікпей істейтін адамның нышаны білінетін. Әр нәрсе өз уақытымен. Кеңсенің әр бөлігіне қажетті деңгейде ғана көңіл бөлінетін. Оның бойында механикалық емес, жылдар бойы өз ісін мақтау күтпестен жақсы істеуді үйренген жанның тиянақтылығы бар еді. Ол бұл кеште ешкімді кездестіремін деп ойлаған жоқ. Рамазан да біреудің көзіне түсемін деп күтпеген еді. Екеуі негізгі бөлмені дәлізден бөліп тұрған шыны қалқан арқылы бір сәт бір-біріне қарап қалды. Сәуле сыпайы ғана иек қағып амандасты да, оған кедергі келтірмеу үшін, қабаттың екінші шетінен бастау үшін ақырын шегінді. Рамазан қайтадан кестелерге үңілді. Бірақ көп ұзамай ол дәлізге қайта қарап, кеңістікте басқа бір адамның болуы ауадағы ауырлықты сәлде болса сейілткенін сезді. Бұл экрандағы сандарға еш қатысы жоқ қарапайым адамның болуы бұл жерді сәлде болса жайлы еткендей болды. Түнгі сағат 11:30-да ол қарны ашқанын сезді. 18-ші қабаттағы асханада кофе машинасы бар еді. Көмекшісінің тартпасында бірнеше печенье болуы тиіс болатын. Бірақ тартпаны ашқанда ол бос болып шықты, ал кофе ішу үшін. Лифтпен төмен түскенде, машинада кофе таусылып қалғанын көрді.
Ол мәселенің маңыздылығынан тыс үлкен ашумен машинаның алдында тұрып қалды. Сол кезде артынан сабырлы дауыс естілді. Сәуле асхананың есігінде, қолында полиэтилен пакеті бар. Басын сәл қисайтып, артық салтанатсыз тіке қарап тұр еді. «Бүгін тамақ іштіңіз бе?» деді ол. Бұл сұрақ емес, жауабын алдын ала біліп тұрған адамның жай ғана растауы сияқты еді. «Қателесіп артық алып келген бәлішім бар еді» деп жалғастырды ол Рамазан жауап бермес бұрын. «Егер қаласаңыз». Рамазан пакетке қажетті уақыттан сәл ұзағырақ қарап қалды. Бұл ишаратта ол бірден атын атай алмаған бірдеңе бар еді. «Осында қалдыра беріңіз» деді ол өзі ойлағаннан гөрі қаталдау дауыспен. Сәуле пакетті асхана үстелінің үстіне ешқандай түсініктемесіз қойды. Ол шығып бара жатқанда Рамазан мүлдем басқа тонмен «рахмет» деді. Ол басын бір рет изеді де шығып кетті. Рамазан сол пакеттің алдында тұрып, бұл әрекетте ерекше бір нәрсе бар екенін сезді. Тамақтың өзінде емес, оның мұны табиғи түрде жасағанында. Ештеңе дәметпей. Көбінесе билігі бар адамға жақсылық жасағанда, адамдардың болашақтан бірдеңе күтіп жасайтын сол бір есепті кідірісінсіз жасады. Ол жай ғана оның қарны ашқанын байқады, және мұндай жағдайда жасалуы тиіс ең қарапайым істі істеді. Пакеттің ішінде фольгаға оралған, әлі жылы тауық еті мен ірімшік қосылған бәліш және кішкене пластик ыдыстағы тосап бар екен. Рамазан Мұханов асханада тік тұрып, терезеден түнде өтіп жатқан көліктерге қарап отырып тамақтанды. Ол соңғы айларда алғаш рет осы шынымен кондиционерден тұратын, тек сандар мен мақсаттарға толы қабатты адами жылулықты сезді. Ол кеңсеге оралды. Түнгі сағат 3-ке дейін жұмыс істеді. Лифтке беттегенде қабат тап-таза әрі тыныш еді. Бейне бір бұл жерден ешкім өтпегендей, бейне бір түннің тыныштығы жалғыз көтеруге тым ауыр болған күннің іздерін өшіріп тастағандай болды. Сейсенбіде ол тағы да ерте келіп кеш кетті. Сәрсенбіде де солай болды. Ал бейсенбіде сағат тілі түн ортасын көрсеткенде, ол тағы бір дұрыс шықпай жатқан кестенің алдында отырғанда дәліздегі арбаның дыбысын естіді. Ол бұл дыбысты өзі де байқамай күтіп отырғанын түсінді. Сәуле есіктің алдынан тоқтамай өтіп бара жатқан еді. Рамазан оны солай жібере салуы керек еді. Бірақ сол кеште жиналып қалған 70 сағаттық жұмыстың шаршауы ма, әлде сандардан да ауыр бір сезім бе, ол байқаусызда, «Сіз күндізде жұмыс істейсіз бе?» деп сұрап қалды. Ол тоқтады. Бұрылды. «Жоқ, тек түнде». «Күндіз не істейсіз?» Бұл сұрақ тым тікелей еді, және Рамазан оны бірден сезді. Бірақ Сәуле ешқандай ыңғайсыздық танытпады. Тек бәрін сабырмен қабылдайтындай бұл сұрақты да сабырмен ойлап алды. «Таңертең қызыма қараймын, түстен кейін үйге азық-түлік аламын, түнде жұмысқа келемін» деді ол. «Ал сіз күні бойы осында боласыз ба?» «Аптасына байланысты». «Ал бұл аптада ше?» Ол оған қарады. Бұл еш арам ойсыз сұрақ еді. Шынайы қызығушылықпен, адам жай ғана тыныштықты дыбыспен толтыру үшін емес, шынымен жауабын білгісі келгенде қойылатын сирек сұрақтардың бірі еді. «Бұл аптада иә» деп жауап берді ол. Ол себебін сұрамастан басын изетті, кеңсесін үйреншікті дәлдікпен тазалай бастады. Қалай болғанда да оның осы кеңістікте болуы, ешкімнен рұқсат сұрамай, немесе өзінің бар болған үшін кешірім өтінбей, өз орнын табиғи түрде иеленуі Рамазан атын атай алмайтын бір ерекше атмосфера орнатты. Сол түні үйіне барғанда ұйықтай алмай жатып, ол Сәуле Ибраеваның осы кеңістікте артық та емес, кем де емес, дәл өз орнында бола білу қасиеті туралы ойлады. Ол жылдар бойы сәттің талабына сай, өзін тым үлкенде, тым кішіде етпей, дәл өзі болуды үйренген адам сияқты еді. Соңғы уақытта алғаш рет оның ішіндегі мазасыз дыбыс сәл басқаша естілді. Ол жоғалып кеткен жоқ. Бірақ оның тоны өзгерді, бейне бір құлыптаулы тұрған бірдеңе алғаш рет өзі бұрын қарауды ойламаған жақтан келген жарық сәулесін тапқандай болды. Жұма күні таңертең ол дабыл қақпай тұрып оянды, бұл өте сирек болатын. Кеңсеге келгенде оның бірінші істегені қызметтік дәліздің есігіне қарау болды. Ол бұл ойды санасына ешқандай кестемес, басқа бір нәрсе алып келгенін білетін. Дағдарыстың ең ауыр кезеңі 3 аптаға созылды, және осы 3 апта ішінде Рамазан Мұханов ғимараттан түнгі сағат 1-ден ерте шыққан емес. Күндер шұғыл жиналыстарға, инвесторлармен сөйлесуге, заңгерлермен кеңесуге, және компьютер экранында әрбір шығу жолын тапқан сайын кеңейе түсетін лабиринт сияқты тізілген кестелерге толы болды. Кейде ол жолды анық көретін,
кейде көру мүмкіндігі мүлдем жабылып қалатын. Сондайда ол стрестің физикалық ауырлығы сейіліп, ойы қайтадан жұмыс істей бастағанша баяу тыныс алып, тұрып қалатын. Осы ұзақ түндерде Сәуле Ибраеваның келуін ол табиғи түрде күтетін болды. Сәуле әңгімеге мәжбүрлемейтін. Олардың арасында әлі орнықпаған жақындық бар сияқты кейіп танытпайтын. Ол жай ғана өз жұмысын бұрынғы дәлдікпен атқаратын, ал үзіліс болғанда, тыныштық толтыруды қажет еткенде, ол оны ешқандай көріністің орталығы болғысы келмейтін жанның жеңілдігімен толтыратын. Екінші аптаның сейсенбісінде олардың арасында алғашқы шынайы әңгіме болды. Рамазан күні бойы ешқандай нәтиже бермеген жиналыста болып, түнде сол жиналыс бүлдірген нәрселерді жөндеуге тырысқан еді. Түнгі сағат 11-де ол асханада көптен бері суып қалған кофені жылытып жатқанда, Сәуле су шелегін алуға кірді. Ол Рамазанның жүзіндегі шаршауды бірден байқады. «Сәтсіз болды ма?» деп сұрады ол. Ол оған қарады. «Солай десе де болады» деді ол. «Қалай?» «Өлшейтініңізге байланысты». Сәуле шелегін толтырды, кранды жапты да, бұл әңгіме жалғаса ма, әлде табиғи соңына жетті ме дегендей бір сәт тұрып қалды. Содан кейін былай деді: «Кейбір нәрселерде біз шынымен қателесеміз, ал кейбір нәрселер жай ғана біз күткендей болмай шығады. Бұл екеуі екі түрлі нәрсе». Рамазан оған қарап қалды. «Бұл айырмашылық сіз үшін маңызды ма?» «Бұл ертең таңертең жұмысқа шығуы керек кез келген адам үшін маңызды», деді ол, ешқандай мысқылсыз, өмірлік тәжірибесімен бөліскен адамның қарапайымдылығымен. Ол өзі де байқамай күліп жіберді. Бұл бүкіл аптадағы алғашқы шынайы күлкі еді. Келесі күндері әңгімелер біртіндеп жалғасты. Екеуі де бұл жақындықты басқарып отырғандай көрінбеді, ол жай ғана қажетті жылдамдықпен орын алып жатты. Ол тазалық жұмысын 16 жасында Қызылорда облысындағы ауылдарда анасының қасында жүріп бастағанын, ал Алматыға 23 жасында туысының сілтемесімен бір компанияға жұмысқа келгенін айтты. Қызы 2 жылдан кейін туылғанын, ал қыздың әкесімен қарым-қатынасы ол әкесінің кім екенін есте сақтамай тұрып-ақ аяқталғанын айтты. Жылдар бойы ол қолда бармен өмір сүруді, жетіспейтін нәрсені күтпестен алға жылжуды үйренген екен. Рамазан оны сөйлеу кезегін күткен адамның емес, бүкіл болмысымен тыңдауды ұмытып қалған және оны қайта үйреніп жатқан адамның ықыласымен тыңдады. Оның орнына ол да айта бастады. Ол Түркістан облысындағы Қарнақ деген кішкентай ауылда туғанын, Алматыдағы адамдардың көбі ол жер туралы естімегенін де айтты. Алматыға 21 жасында қалтасында бар жоғы 700 теңгемен, өзіне өзі сенбес бұрын оған сенген бір мұғалімнің ұсыныс хатымен, және жылдар бойы оған қуат берген жоқтықтан құтылу деген ызамен келгенін айтты. Ол ызаның орнын мақсат, мақсаттың орнын жұмыс, жұмыстың орнын компания басқанын айтты. Бұл компания оған Сайрам маңындағы жалдамалы пәтерде жатып армандаған нәрсесінен де көп нәрсе берген еді. Солай бола тұра, деді Сәуле бір кеште, ешқандай айыптаусыз, бірақ немқұрайлылық та емес, байсалдылықпен. Солай бола тұра, сіз түнгі сағат 12-де мұнда жалғыз отырсыз. Ол бірден жауап бермеді. Үстелге қолдарына әлі бітпеген дағдарыстың қазіргі күйін көрсететін үйілген қағаздарға қарады. Содан кейін, бір нәрсені өз қолыңмен тұрғызғанда бәрі басқаша болады. Компанияның дағдарысы мен өз жеке басыңның дағдарысын бөліп қарау қиынға соғады. Сәуле бұл туралы ойланып қалды. «Мен түсінемін», деді ол. «Бірақ сіз бен компанияның арасында бір айырмашылық бар. Компания демалыс күндері жабылады. Ал сіз жабылмайсыз». Ол оған қарады. Сәуле мұны ешқандай әсер қалдыру үшін айтқан жоқ. Ол терең ойлы немесе өткір тілді көрінуге тырыспады. Ол жай ғана өзі байқаған шындықты айтты. Мүмкін дәл содан болар, бұл сөйлем Рамазанның жүрегіне кез келген күрделі сөзден де қатты тиді. Сол түні ол бұл ойды үйіне алып кетті. Бос пәтердің қараңғысында жатып, Камила Астанаға сапарға кеткен еді. Бөлменің төбесі бейне бір ақ экран сияқты болып, оның миы тыныштық ұзарғанда келетін суреттерді көрсете бастады. Жол жиегіндегі кірпіш үй. Ескі маңызы бар аула. Анасының кешкі асқа шақырған дауысы, ол дауыста қаталдық пен мейірімнің ешкімде кездеспейтін ерекше пропорциясы бар еді. Жексенбілік. Қысқа, ресми қоңыраулар анасы жақсы екенін айтатын, ол да сену керек болғандықтан сенетін. Ләззат әжей 73 жаста еді, және 10 жылдан астам уақыт бойы Қарнақта жалғыз тұратын. Рамазан ай сайын ақша жіберетін, оның ойынша ол ақша анасының кез келген қажеттілігін өтеуге жетіп артылатын.
Апта сайын, кейде бірнеше рет қоңырау шалатын, 10-15 минуттық әңгімелерде анасы оның жағдайын сұрайтын, ол жақсы дейтін, анасы да жақсы дейтін, ол жақын арада баратынын айтатын, анасы уайымдама дейтін. Бұл цикл мағынасын жоғалтқан, бірақ екеуі де тоқтатуға батылы бармайтын рәсім сияқты қайталана беретін. Өйткені тоқтату, сол рәсімнің астында не жатқанымен бетпе-бет келуді талап ететін. Ол Қарнаққа 11 жыл бойы аяқ баспаған еді. Бұған бір ғана анық себеп жоқ еді. Жиылып қалған көптеген ұсақ себептер қабырға болып тұрды. Жұмыс кестесінің тығыздығы, демалыс күндерінде алатын іс-сапарлар, өзі шыққан жерге қайта бару, өзінің кімге айналғаны туралы есеп беру сияқты сезілетіні. Сондай-ақ ең қиыны, қашықтықтың сондай бір жағдай тудырғанынан, оны бір рет барып жөндеу мүмкін еместей көрінетін болды, бірақ тұрақты қорқыныш бар еді. Қоңырау шалу оңайырақ еді. Ақша жіберу оңайырақ еді. Жақын арада деп айтып, сол уақытты белгісіз қалдыру оңайырақ еді. Келесі аптада Алматының түн ортасын одан сайын тұйықтай түскен жаңбырлы бір сәрсенбіде, Рамазан кеңсе терезесінің алдында тұрғанда Сәуле кірді. Ол оның арқасын көріп, әдеттегідей қарама-қарсы жақтан бастамақ болды, бірақ Рамазан ол басқа бөлмеге жетпей тұрып бұрылды. Сіз өзіңіз үшін маңызды адамды көрмегелі көп уақыт болды ма? Деді ол. Ешқандай кіріспесіз, бейне бір бұл сұрақ оның басында басталған әңгіменің ортасы сияқты еді. Ол тоқтады. Оған бір сәт қарап тұрды. Иә, деді ол. Мұнымен қалай күресесіз? Ол қолын арбаға ақырын қойды. Себебіне байланысты, деді ол. Кейбір жоқтық жағдайға байланысты болады. Ал кейбір жоқтық жағдайға бүркенген таңдау болады. Ол оған қарап қалды. Төменде қала гуілі жалғасып жатты. Түн ортасы болса да Әл-Фарабидегі көліктер, терезе шынысына тиген жаңбыр тамшылары. Рамазан Мұханов өмір бойы сезімін сыртқа білдірмеуді үйренген еді, бірақ алғаш рет оны ешқандай сөзсіз ақ оқып қойған адамның алдында тұрғанын сезді. Ол қайтадан терезеге бұрылды. Сәуле жұмысын жалғастырды. Олардың арасындағы тыныштық бос емес еді. Бұл маңызды бір нәрсе айтылғаннан кейін болатын, сөздер өз міндетін атқарып, қалғаны адамдардың еншісінде қалатын тыныштық еді. Маусым айы Алматыға тән емес салқындықпен келді. Тамақты құрғататын құрғақ суық, ештеңені жылытпайтын апақ таңғы жарық. Компанияның дағдарысы басқа кезеңге өтті, әлі де ауыр, бірақ қауіптері анықталған еді. Рамазан мінсіз болмаса да жүзеге асыруға болатын құрылымдық жоспар тапты. Ол кеңседен ертерек, кейде түн ортасына дейін шыға бастады. Бұрын тек кестелермен толған түндерде басқа нәрселерге орын пайда болды. Сәулемен әңгімелер жалғаса берді. Олардың белгілі бір форматы жоқ еді. Кейде ол үстелді сүртіп, Рамазан кофенің жылығанын күтіп тұрғандағы 5 минут. Кейде ол асхана терезесінің алдында, Рамазан қабырғаға сүйеніп, екеуі қалаға немесе бір-біріне қарап тұрғандағы 40 минут. Бұл әңгімелерде ешқандай арам ой жоқ еді. Сондай-ақ олар жай ғана бір жерде кездейсоқ кездескен екі адамбыз деп өз-өздерін алдауға да тырыспады. Олардың арасында кейбір маңызды нәрселер сияқты, ешкім атын атамаса да, өздігінен бір нәрсе қалыптаса бастады. Осы әңгімелерде Рамазан басқа еш жерде айтпайтын сырларын аша бастады. Ол Қарнақ туралы өзі де байқамаған ұсақ түйектерге дейін айтты. Кешкі күннің астындағы қызыл топырақтың түсі, құрғақ күндерден кейін жауған жаңбырдың иісі, бейсенбі күнгі базардың шуы, жол жиегінен сатып алынған, Алматыда қанша іздесе де таппаған қымыздың дәмі. Әкесі Аманжол ақсақал туралы айтты. Ол өмір бойы егін алқабында жұмыс істеп, 7 жыл бұрын қайтыс болған еді. Ол кезде Рамазан маңызды келіссөздердің ортасында жүріп, жерлеуге табыт жабылып қойғанда ғана жеткен еді. Бұл өкініш оның ішінде жазылмайтын жара болып қалған болатын. Сәуле тыңдайтын. Ал бірдеңе айтса, Рамазан оны кеткеннен кейін де ұзақ ойлайтын. Бір кеште ол бауырлары бар жоғын сұрады. Ол жалғыз бала екенін, әкесі кеткеннен кейін анасы жалғыз қалғанын айтты. Сәуле анасы әлі де сол туған ауылында тұра ма деп сұрады. Ол иә деді. Сәуле бір сәт үнсіз қалды. Бұл әңгіменің жалғасын күткен емес, бір нәрсені қорытып, оны айту-айтпауды шешіп жатқан адамның тыныштығы еді. Оған жиі барып тұрасыз ба? Деп сұрады Сәуле ақыры. Рамазан қолындағы кофе стақанын айналдырды. Керек болғандағыдай жиі емес, деді ол. Ол жауап бермеді. Қосатын ештеңе жоқ еді. Рамазан бұл сөздің қалай шыққанынан ақ,
бұл тақырып қозғалғанда сирек болатын адалдық танытқанын білді. Келесі аптада бейсенбі күні Рамазан Ләззат әжеге қоңырау шалмас бұрын 20 минуттай телефонға қарап тұрды. Бұл бейсенбі еді, әдеттегі қоңырау күн емес, және ол осы кішкене өзгерістің өзі оны қобалжытып тұрғанын сезді. Анасы екінші гудоктан кейін ақ көтерді. Оның даусында Рамазанның даусында жоғалып кеткен, бірақ оның бойында сақталған сол бір ауылдың акценті бар еді. «Балам-ау», деді ол. «Не болды, бәрі жақсы ма?» «Жақсы, анашым. Даусыңды естейін деп едім». Арғы жақтан қысқа үзіліс болды. «Жақсы болған екен, балам. Мен жақсымын. Өзің қалайсың?» «Жақсымын, анашым. Жұмысың жақсы ма?» «Жүріп жатыр. Жақсы екен. Өзіңді күт». Әңгіме 8 минутқа созылды. Соңында ол ұйқысы келіп тұрғанын, таңертең ерте базарға баруы керектігін және оның уайымдамауын айтты. Ол жексенбіде әдеттегідей хабарласатынын айтты. Ол жақсы, деді. Қоңырау бұрынғыдай аяқталды. Шын мәнінде маңызды нәрселер туралы өте аз ақпарат беретін, өйткені екі жақта маңызды нәрселер іште деп есептейтін әңгіме. Телефонды қойғаннан кейін ол оған қарап біраз тұрды. Сол кезде Сәуле арбасымен кіріп, оны осы күйде қолында телефоны бар, жүзінде өзі қаламаған бір шындықты жаңа ғана түсінген адамның кейпімен көрді. «Бәрі дұрыс па?» деп сұрады ол. «Анаммен сөйлестім», деді ол. 8 минут. Ол Қарнақта жалғыз тұрады, ал әңгіме 8 минутқа ғана созылды. Сәуле арбасын шетке қойып, есіктің жанында тұрды. «Жеткілікті болды ма?» деп сұрады ол. Әдеттегідей айыптаусыз, тек түсінгісі келген жанның даусымен. Ол оған қарады. «Не жеткілікті екенін де білмеймін», деді ол. «Ай сайын ақша жіберемін. Апта сайын хабарласамын. Осының бәрі жетеді деп өзімді сендіріп келген сияқтымын. Өйткені балама ол жаққа бару, ал ол жаққа баруға менің көптен бері батылым бармай жүр. Ол жерден не кездестіремін деп қорқасыз ба?» Ол үнсіз қалды. Содан кейін өзімде таңғалдырған адалдықпен, «Ол жаққа барғанда нені түсінемін деп қорқамын», деді. Сәуле оған бір сәт қарап тұрды. Содан кейін ақырын, «Кейде бізге дәл соны түсіну керек болады», деді. Сол кеште олар бұл туралы басқа сөйлескен жоқ. Бірақ ол сөз Рамазанның ішінде қалды. Келесі күндері ол Қарнақ туралы соңғы жылдардағыдан басқаша ойлай бастады. Ол нақты жоспарға айналмай тұрып жабылып қалатын ой емес, ашық қалған, ұзаққа созылған, өзі қауіпсіз қашықтықта ұстап келген суреттерді ішке жіберетін ой еді. Бала кезінде басына су көтеріп келе жатқан анасы. Әкесі ешкім екпесе де өсетін өсімдіктердің атын үйреткен аула. Өзі бір рюкзакпен әлем туған жерінен де үлкен екеніне сеніп шығып кеткен сол бір қара жол. Әлем шынымен үлкен еді. Бірақ сол қара жолда ол өзімен бірге алып кетпеген бірдеңе қалған еді. Оны Алматыдағы барлық жылдары толтыра алмаған болатын. Маусым айының ортасында, тыныш бір кеште, Рамазан кеңседе нақты бір жұмыссыз кеш батқанша отырды. Тек суып қалған кофесімен отырғанда Сәуле есіктен өтіп бара жатты. Ол ойланбастан, «Сіз бір жерге қатты оралғыңыз келіп, бірақ орала алмаған кезіңіз болды ма?» деп сұрады. Ол кірді. Үстелдің жанында тұрды. «Болды», деді ол. «Оралдыңыз ба?» «Оралдым, анам ауырып қалғанда. Қызылордаға барып 3 апта болдым. Кейбір нәрселер тек сол жерде болғанда ғана мағына беретінін көрдім. Оны алыстан көру мүмкін емес екен. Содан кейін мұнда қайтып келу қиын болды ма?» «Өте қиын. Өйткені барғанда өзіңіз көрмей жүрген нәрсенің қаншалықты үлкен екенін түсінесіз. Содан кейін білмедім деп өтірік айту қиынға соғады». Рамазан үстелге қарады. «Уақыт өткен сайын», деді ол, «баяу бару қиындай береді. Өйткені дәл осы нәрсемен бетпе-бет келетініңізді білесіз. Уақыт өткен сайын ол нәрсенің көлемі де ұлғая береді, ал бір күні қарасаңыз 11 жыл өтіп кетіпті». Сәуле оған қарады. «11 жыл ма?» деді ол, таңғалғаннан емес, тек растаудың ауырлығымен. Ол басын изеді. Содан кейін орнаған тыныштық бұрынғыдан өзгерек еді. Бұл ешқандай әшекейсіз, ешқандай ақталусыз, айтуы ең қиын нәрселердің айналасына қойылатын қорғансыз шыққан мойындаудың тыныштығы еді. Сол түні ғимараттан шығып көлігіне бара жатқанда Рамазан Мұханов тротуарда бір сәт тұрып қалды.
Өзінің алғашқы үй болған жерден рұқсат сұрамастан салған жаңа үйіне осы қалаға қарады. Маусымның құрғақ суығы Әл-Фарабидің ауасын тіліп өтіп жатты. Ал осы жерден 14 сағаттық жерде Ләззат әжей ұйықтап жатқан болар. Ол ай сайын ақша жіберіп, апта сайын хабарласатын ұлының жылдар өткеннен кейін алғаш рет сол жылдардың нақты санын дауыстап айтқанын білмейтін еді. Шілде айы келді, онымен бірге Рамазан компаниядағы жылдары бойы сенбеуді үйренген салыстырмалы тыныштық орнады. Дағдарыстың салдары команда еркін тыныс алатындай деңгейге дейін шегінді, сандар баяу болса да дұрыс бағытқа оралды. Бұл жеңілдік әкелуі тиіс тұрақтылық еді, бірақ ол басқа нәрселердің бетіне шығуына көбірек орын берді. Шұғыл істердің астында көміліп қалған нәрселер. Камила Сәдуақасова жұма күні кешке бір бөтелке шараппен және қиын кезеңнің өткенін күтіп, кейінге қалдырылған нәрселерді жалғастыру ниетімен пәтерге келді. Ол 39 жаста, иығына дейін түсетін қоңыр шашы бар, кез келген ортада өз құнын білетін адамның сенімділігімен жүретін әйел еді. Рамазан екеуінің бірге болғанына 3 жыл болған. Бұл қарым-қатынас корпоративтік іс-шарада басталып, бір-бірін сыйлайтын және құрметтейтін екі адамның осы сыйластықты ортақ өмірдің ең берік негізі деп шешкен логикасымен дамыған еді. Ол шарапты ашты. Рамазан оның қасында болуға тырысты. Бірақ сол кеште олардың арасында сәл ғана үйлесімсіздік болды. Бейне бір-екі шебер музыкант, бір әуенді байқалмайтын түрлі қарқынмен ойнап жатқандай. Камила мұны Рамазан оның бойында ең қатты бағалайтын қасиеті, адамды оқу қабілетімен байқады, бірақ сол кеште ештеңе демеді. Сенбі күні таңертең ол кофенің алдында ойға шомып отырғанда, Камила өзіне тән тікелей дауыспен, «Сен бір нақты нәрсе туралы ойлап отырсың» деді. Бұл айыптау емес, байқау еді және онда мейірім бар еді. Ол оған қарады. «Мен ауылға, Қарнаққа баруды ойлап жүрмін» деді. Камила бір сәт үнсіз қалды. Содан кейін, «Анаңа бару ма?» деді. «Иә», ол басын баяу изеді. «Сен баруың керек» деді. Ол, «Баруым керек екенін білемін. Бірақ жылдар бойы мұны істей алмай жүрмін. Қазір не өзгерді?» Рамазан кофе стақанына қарады. «Бір әңгіме» деді ол жай ғана. «Кейбір нәрселер тым ұзақ сақталып қалады да, біреу бір қарапайым сөз айтқанда, ол нәрсе бұрынғы орнына сыймай қалады екен». Камила оған ұзақ қарап тұрды. Содан кейін орнынан тұрып, стақанын алды да терезеге барды. «Бар, Рамазан» деді ол. «Ешқандай сылтау іздеме, келесі айға қалдырма». «Бар», ол әңгіме бұдан да күрделі болады деп күткен еді. Оның неге дәл қазір, неге бұрын емес екенін сұрайды деп ойлаған. Бірақ Камила әңгіменің беткі қабатынан да тереңірек мағынасы бар екенін түсінетіндей ақылды, және ол дайын болмай тұрып жіпті тартпайтындай биязы еді. Келесі күндері Рамазан 11 жыл бойы істегенін қайталады. Сапарды жоспарлап, кейінге қалдыруға сылтау тапты. Кейінге қалдыруға болмайтын жиналыс. Тапсырылуы тиіс есеп. Дәл сол аптаға белгіленген инвесторлармен кездесу. Әрбір кейінге қалдырған сайын ішкі мазасыздық күшейе берді. Қарнақпен арадағы қашықтық тек географиялық емес, моральдық ауырлыққа ие болды. Бейсенбі күні кешке ол кеңседе соңғы апталардағыдан ертерек жалғыз отырғанда сәуле дәлізден көрінді. Ол Рамазанның отырысынан ақ бірдеңені сезді. «Сіз баруды жоспарлап, бірақ бармай қалдыңыз ба?» деді ол сұрақ емес, байқау ретінде. Ол оған қарады. «3 рет бастадым» деді ол. «4-шісіне жетпедім». Ол бір сәт дәлізде тұрып қалды. Содан кейін кіріп, есіктің жанындағы үстелге сүйенді. «Мен сізден бір нәрсе сұрағым келеді» деді ол, кейде әңгіме шынайы болғанда шығып кететін «сен» деген сөзді қолданып. «Және маған адал жауап бергеніңізді қалаймын. Сұрай бер. Ол жаққа бару үшін сізге не жетіспейді?» Ол оған қарап қалды. Сұрақ ішіндегі күрделілікке қарағанда тым қарапайым еді. Бірақ қарапайым болғандықтан тура тиді. «Маған бір адам керек» деді ол ұзақ үнсіздіктен кейін. «Мені мына жердегідей танымайтын адам. Мына жердегі адамдардың мен туралы қалыптасқан түсінігі жоқ адам. Сөз таңдамай-ақ ойымды айта алатын біреу». Сәуле оған уақыттан да ұзағырақ көрінген бір сәт қарап тұрды. Содан кейін маңызды нәрселерді айтатын сабырмен, «Егер қаласаңыз, мен бірге барамын» деді. Рамазан бір сәт қозғалмай қалды. Бұл ұсыныс ешқандай жасандылықсыз, міндет немесе есептелген ишарат ретінде емес, табиғи түрде келді.
Ол не қажет екенін түсінді және жай ғана соған дайын екенін білдірді. Бұлай істеудің қажеті жоқ, деді ол. Білемін, деді ол. Бірақ мен сіздің не айтқыңыз келгенін түсіндім, және бұл қисынды деп ойлаймын. Кейде ішке кіру үшін сырттан қарайтын адам керек болады. Ол оған ұзақ қарап тұрды. Бір апта бұрын бұл ой ақылға қонымсыз болып көрінер еді. Бірақ бұл ұсыныста ол осы сәтке дейін жеткізе алмаған қажеттілікке дәл келетін бірдеңе бар еді. Келесі аптада Рамазан Камиламен сөйлесті. Оған ғимаратта жұмыс істейтін бір әйелдің онымен бірге Қарнаққа баратынын, оның дағдарыс түндерінде сөйлескен, кейбір нәрселерді анық көруге көмектескен адам екенін айтты. Камила оны мұқият тыңдады. Аз ғана сұрақ қойды. Соңында қарсы еместігін, оның баруы керектігін айтты, бірақ бір сұрақ қойғысы келетінін және адал жауап күтетінін жеткізді. Рамазан иә деді. Сен оған қатысты не сезінесің? Деп сұрады Камила. Рамазан бір сәт үнсіз қалды. Содан кейін, әлі білмеймін. Бірақ менің қазір беретін жауабым толық болмауы мүмкін екенін білемін. Камила басын изеді. Мен жасанды сенімділіктен гөрі толық емес адалдықты артық көремін, деді ол. Қарнаққа бар, Рамазан, анаңа жолық. Ал қайтып келгенде не сезінетініңді білуім керек. Анаңа маған осының бәріне қатысты. Өйткені мен білуге лайықтымын, ал сен түсінуге лайықтысың. Әңгіме ауыр, бірақ адал болды. Рамазан одан құнды бір нәрсе алған, бірақ оның құнын да түсінген адамдай шықты. Келесі жұмада ол ғимаратқа ерте барып, Сәуленің ауысымына келуін күтті. Оны қызметті кіреберісте арбасымен көрді. Сәуле оны көргенде тоқтады. Рамазан, әлі де бірге баруға дайынсың ба? Деді. Ол оған бір секунд қарап тұрды. Иә, деді ол. Сапар келесі дүйсенбіге жоспарланды. Ол көлікпен баруды жөн көрді, тез жететін ұшақтан гөрі 15 сағаттық жол оған қажетті. Оған уақыт керек болды. Оған жолдың сағаттар бойы созылғаны, терезеден облыстардың ауысқаны, Алматы мен Қарнақ арасындағы бүкіл кеңістік керек еді. Сәуле тазалық қызметінің басшысынан егжей-тегжейлі түсіндірместен 2 күнге сұранды. Басшысы еш сұрақсыз рұқсат берді, өйткені ол, басшының сөзімен айтқанда, ең ұқыпты және сенімді қызметкер еді. Жексенбі күні кешке Рамазан әдеттегі уақытта анасына қоңырау шалды. Әңгіме 12 минутқа созылды, орташа есептен 3 минутқа артық. Соңында Ләззат әжей уайымдамауын, бәрі жақсы екенін, тек әдеттегідей жексенбіде хабарласуын айтқанда, ол, анашым, мен осы аптада барамын, деді. Арғы жақтан үзіліс болды. 1,5 секундқа созылған, бірақ ішінде сөзге айналмаған қаншама нәрсе бар үзіліс еді. Жақсы болған екен, құлыным, деді ол. Өте жақсы болды. Оның дауысында Рамазан атын атай алмаған, бірақ таныған бірдеңе бар еді. Бұл тек хабарға қуану емес, бұл бұдан бұлай күтпеуді үйренген, бірақ жексенбінің кешінде әлі де бір нәрсенің оны күтіп тұрғанын білген жанның жеңілдігі еді. Көлік Алматыдан шілденің дүйсенбісінде, таңғы сағат 5:30-да, қала әлі түн мен таңның арасында тұрғанда шықты. Рамазан рөлде, Сәуле жолаушылар орнында, аяғының астында кішкене сөмкесі бар еді. Алғашқы 40 минутта олар сөйлескен жоқ, бұл үнсіздік ыңғайсыздық емес, үнсіздікті жайлы ету үшін оны міндетті түрде дыбыспен толтырудың қажеті жоқ екенін түсінетін 2 адамның бір-біріне деген құрметі еді. Алматыдан шығып, тас жолда көлік азайғанда, Сәуле терезені сәл ашып, жол жиегіндегі жайылымдарға қарап отырды. Аспан біртіндеп ағара бастады, көкжиектен қызғылт сары сәуле көрінді. Ол терезеден көз алмай, осы түнде ұйықтадыңыз ба? Деді. Сәл ғана, деді ол. Ал сіз ше? Деді ол, кейде сәтте байланысты қайтадан ресми түрге көшіп. Рамазан сәл жымиды. Мүлдем жоқ, деді ол. Ол басын изеді. Бейне бір бұл жауап, ол алдын ала болжаған нәрсені растағандай. Келесі сағаттарда пейзаж ұзақ жолдарға тән баяулықпен өзгере бастады. Алматы маңының қалың жасылы біртіндеп сирей бастады. Содан кейін оңтүстіктің сарғыш түсіне, содан кейін Рамазан бала кезінен білетін қызыл топыраққа ауысты. Бұл түс Қазақстанның басқа еш жерінде мұндай қарқынмен кездеспейтін еді. Бұл түс санада сөзбен айтып жеткізгісіз естеліктерді оятатын. Тараз қаласында жол жиегіндегі дәмханадан түскі ас ішуге тоқтады. Бұл үстелдеріне клеенка жабылған, мәзірі тақтаға қолмен жазылған, тауық етінен немесе сиыр етінен жасалған тамақтары бар, қарапайым жер еді. Иесі мақтанышпен бидай көжесі бар екенін айтты.
Сәуле тауық етін алды. Рамазан бидай көжені алып, оның дәмін татпас бұрын бір сәт қарап тұрды. Бейне бір естеліктегі дәм мен нақты дәмнің сәйкестігін тексеріп жатқандай. Сәйкес келді. Сіз бидай көжені жақсы көреді екенсіз, деді Сәуле. Бұл сұрақ емес, байқау еді. Анам жасайтын, деді ол. Әр сейсенбі таңертең мен оянғанда пештің үстінде бір қазан тұратын. Иісі бүкіл үйге жайылып кететін. Ол оған қарап тұрды. Содан кейін ақырын, мұндай естеліктердің болғаны қандай жақсы, деді. Рамазан оған қарады. Жақсы ғой, деді ол. Бірақ кейде оның әлі де жасайтынын, оны жейтін біреуі бар жоғын ойлаймын. Сәуле бір сәт үнсіз қалды. Содан кейін мен Қызылордаға анама барғанда ол ешкім сұрамаса да сүт ақтап қойыпты. Менің келетінімді білгенін айтты. Мен ескертпеген едім, тосыннан бардым. Бірақ ол мені келет деп күткендей күнде жасап жүрген екен. Ол қалай білді? Ол білген жоқ. Ол күнде істейтін. Күтіп жатқанын өзі де білмей күтетін. Рамазан оған тағы да бір түрлі қарады. Сәуле бірден айтқанда, ол әрқашан Рамазанның ішіндегі терең бір жерге тиетін. Содан кейін ол көжесін үнсіз ішіп бітірді. Түстен кейін жолға қайта шықты. Оңтүстіктің күні Алматының күнінен басқаша еді. Қарқындылығы бірдей болғанымен, ол тікелей шынайырақ көрінетін. Сәуле сөмкесінен кітап шығарып, біраз уақыт оқыды. Рамазан жолға да, шақырымдар өткен сайын келе жатқан ойларға да назар аударып, көлікті жүргізіп келе жатты. Жамбыл облысынан өтіп бара жатқанда, кеш батып бара жатқанда, ол былай деді: мен мектепте математикадан жақсы болдым. Математика мұғалімі анамнан басқа менің қарнақта қалып қоймай, үлкен нәрселерге жете алатыныма сенген жалғыз адам еді. Мен оны бір нәрсеге шөлдеген адамдай тыңдайтынмын. Ал әкеңіз ше? Деді Сәуле кітабынан бас көтермей. Ол ештеңе демеді ме? Рамазан бір сәт үнсіз қалды. Әкем мұндай нәрселерді айта алмайтын, деді ол байқап сөйлеп. Ол басқаша көрсететін. Керек кезде қасыңнан табылатын. Шағымданбай жұмыс істейтін. Сөзі аз болса да, болмысы мықты еді. Бірақ жас кезде кеткін келіп тұрғанда тек қасында болуы жеткіліксіз. Саған жол ашатын сөздер керек болады. Ал анаңыз сол сөздерді айтты ма? Айтты, және бұл ол үшін өзі мойындағаннан да қиын болды деп ойлаймын. Өйткені жақсы көретін адамыңды жіберу, бұл дұрыс екенін білсең де, ауыр тиетін нәрсе. Сәуле кітабын тізесіне қойды. Алдындағы жолға қарады. Мен Алматыға кетерде, анам маған: сенің қалғаныңды да тілеймін, кеткеніңді одан да қатты тілеймін. Біріншісі мен үшін, екіншісі сен үшін. Ал шын жақсы көргенде адам екіншісін көбірек тілеуді үйренеді деген еді. Рамазан көкжиекке қарап тұрды. Содан кейін ақырын, анам да соған ұқсас бірдеңе айтқан еді. Дәл осы сөздермен емес, бірақ мағынасы осы болатын. Түркістан облысының шекарасынан өткенде күн бата бастады. Рамазан ештеңе демесе де, Сәуле оның үнсіз қалғанын байқады. Бұл шаршағанның үнсіздігі емес, алыстан келе жатқан, және әр шақырым сайын жақындай түскен бір сезімді сезінген адамның үнсіздігі еді. Ол сұрамады. Тек қасында болып, ештеңе істемей-ақ, тек қатысумен қолдау көрсетті. Олар жеткенше түн болды. Қарнаққа екі ауыл қалғанда Рамазан алдын ала брондаған кішкентай қонақ үйге тоқтады. Ол жер қарапайым, бірақ таза еді. Рамазан тіркеуден өткеннен кейін дәлізде бір сәт тұрып, қабылдау бөліміндегі жігіттің акцентін тыңдады. Оның кеудесінде сағынышқа ұқсайтын, бірақ одан да тереңірек бір сезім оянды. Сәуле бөлмесіне кетті. Рамазан қонақ үйдің кішкене балонында бір сағаттай отырды. Ауылдың аспаны Алматының аспанынан мүлдем басқаша, тас қараңғы еді. Қаланың жарығы өшіріп тастаған жұлдыздар, мұнда біреудің оларға қарауын күтіп тұрғандай жарқырап тұрды. Таңертең шелпек, ірімшік және құрт қосылған таңғы астан кейін жолға қайта шықты. Қарнаққа дейін бар жоғы 45 шақырым еді, бірақ жолдың соңғы бөлігі қара жол болатын. Әрбір бұрылыс санада нақты есімдері аталмай тұрып-ақ танылатын суреттерді алып келді. Ащы судың жиегіндегі ескі тал. Төбенің басындағы ол жас кезінде аққа боялған, қазір кішірейіп көрінгенмен, әлі де сол жерде тұрған белгі. Ауылдың кіреберісіндегі халық саны жазылған тақтайша, ол кеткелі бері өскенімен, Алматының бір шағын ауданына ғана сиятын сан еді. Рамазан жылдамдықты азайтты. Жол талап еткендіктен емес, аяқтары мидың
әлі қорытып үлгермеген нәрсесіне жауап бергендіктен. Сол кезде ол оны көрді. Қара жолдың жиегінде 200 метрдей алда бір әйел арқасымен кетіп бара жатты. Уақыт белін бүккен егде жастағы әйел еді. Ол иығына жіңішке жіппен байланған ауыр қапты асынып, баяу басып келе жатты. Әрбір қадамы өлшеулі, байсалды еді. Бұл өз шегін білетін және одан аспай, бірақ тоқтамай ілгерілейтін адамның қадамы болатын. Қапта күріш бар еді. Кем дегенде 10 келі. Жіп оның мақта матадан тігілген көйлегінің үстінен иығын қиып бара жатқандай еді. Ол жан-жағына қарамай, тек алдағы мақсатына қарай кетіп бара жатты. Бейне бір қалғанның бәрі маңызды емес сияқты. Рамазан тежегішті басты. Көлік жол жиегіне тас пен қиыршық құмның сықырлаған дыбысымен тоқтады. Сәуле оған қарады. Жолдағы әйелге қарады. Қайтадан Рамазанға қарады. «Бұл сіздің анаңыз ба?» деді ол ақырын. Сұрақ емес еді. Оның екі қолы әлі де рөлде еді. Саусақтарының буындары ағарып кеткен. Ол жауап бермеді, өйткені сол сәтте жауап беру мүмкін емес еді. Тек сол сурет қана бар еді. Ләззат әжей жол жиегінде иығына күріш қапты асынып, бейне бір бұл әлемдегі ең табиғи нәрсе сияқты, бейне бір өмір бойы осылай істеп келген, және сыртқы әлем не десе де істей беретіндей кетіп бара жатты. Ол көліктен түсті. Және жол жиегінде 11 жыл бұрын тастап кеткен қызыл топырақтың үстінде тұрып қалды. Өзінің келе жатқанын білмей, ілгері басып бара жатқан анасының бүкір иығына қарап, ішінде бұрынғы ешқандай дағдарысқа ұқсамайтын ауырлықты сезді. Ләззат әжей көліктің тоқтағанын естіген жоқ. Топырақтағы өз қадамдарының дыбысымен иығын төмен тартқан қаптың салмағы оның барлық назарын алып алған еді. Ол тек жүргенде ғана жол қысқаратынын, және қалған жолды өлшеу үшін тоқтаудың жалғастырудан да қымбатқа түсетінін ондаған жылдық тәжірибесімен білетін. Рамазан жол жиегінде тұрып қалды. Сәуле де көліктен түсіп, оның артында лайықты қашықтықта тұрды. Ол бұл көріністің өзіне тиесілі емес екенін, және оның міндеті тек кедергі келтірмей қасында болу екенін түсінді. Анасының топырақтағы қадамдарының дыбысы ол өзі де білмей сақтап келген дыбыс еді. Ескі кебістің қиыршық тастағы сол бір ерекше дыбысы, осы уақытқа дейін естіген кез келген дыбысынан басқаша еді. Оның арқасын, жіп батқан иығын, әр қадам сайын салмақты теңестірген денесінің баяу қозғалысын көру Рамазанның 11 жыл бойы бұзылмау үшін салған қорғанысын тас-талқан етті. Ол қозғала алмады. Ол анасы ақпен сыланған кірпіш үйдің кіреберісіне жеткенше тұра берді. Үй естеліктегіден кішірек болса да, мәні сол қалп еді. Сол баяғы аласа қоршау, өзі кеткелі бері өсе түскен ескі талы бар аула. Ләззат әжей иығының қатты ауырғанын білдіріп, қапты жерге абайлап қойды да белін баяу жазды. Бұл жеңілдік ишаратын ол бұған дейін жүздеген рет жасаған болар, бірақ Рамазан оны көру үшін қасында болған емес еді. Содан кейін ол белін созу үшін бұрылып, жолға қарады. Екеуі алыстан бір-біріне қарап қалды. Сол сәтте оның ойында не болғанын білу мүмкін емес еді. Ләззат әжейдің жүзі, беткі қабаты бәрін білдіре бермейтіндей өмірді үйренген әйелдің жүзі еді. Артық таңғалу, бірден жылау немесе басқа адамдар жасайтын драмалық ишараттар болған жоқ. Тек сондай бір терең, мызғымас сабырлылық қана бар еді. Бұл бір нәрсені тым ұзақ күткендіктен, күтпей-ақ өмір сүруді үйренген. Енді сол нәрсе келгенде күтудің аяқталғанын еске түсіру үшін уақыт керек болған жанның кейпі еді. Ол оған уақыттан да ұзағырақ көрінген бір сәт қарап тұрды. Содан кейін оның жүрегі сақтап келген сол бір ауылдың акцентімен, «Құлыным» деді. Бір-ақ сөз. Бірақ онда 11 жылдық жексенбілік 8 минуттық қоңыраулар мен ешқандай түсіндіруді қажет етпейтін аналық махаббат бар еді. Рамазан оған қарай жүрді. Жақындағанда ол қолын көтеріп, ол бала кезіндегідей оның бетінен сипады. Рамазан ештеңе демеді. Сол сәтте айтылуы тиіс нәрсенің ешқайсысы оның маңыздылығын төмендетпей айтылуы мүмкін емес еді. Олар үйдің кіреберісінде солай бір сәт тұрды. Содан кейін ол қолын тартып алып, жердегі күріш қабын ешкімнің көмегін күтпестен көтермек болды. Рамазан ол көтеріп үлгермей жатып қапты іліп алды. Ол қарсыласпады. Тек үйдің есігін ашып, алдымен кірді. Сәуле сыртта бір сәт күтті. Ләззат әжей есіктен қайта қарап, кімді қабылдау керек, кімді керек емес деп бөлмейтін ауылдың қонақжайлылығымен, «Кір, қарағым. Мұнда ешкім сыртта қалмайды» деді. Үйдің иісі естеліктегідей еді және естелік оны асыра сілтемеген екен.
Ағаш, тамақ, пештің жылуынан кейін кешке қарай суи бастаған кірпіш қабырғалардың ескі иісі. Асхана кішкентай, бірақ әр сантиметрін тиімді пайдаланатын адамның ұқыптылығымен жиналған еді. Дәліздің қабырғасында 3 сурет тұрды. Аманжол ақсақалдың үйлену тойындағы суреті, Рамазанның 6 жасында мектеп формасымен түскен суреті және екеуінің бірге түскен суреті. Рамазан бұл суретті бірден танымады, бірақ жақындап қарағанда оның осыдан 15 жыл бұрын, әлі компаниясы жоқ кезде, Алматыда бәрін нөлден бастап жүргенде келгендегі суреті екенін түсінді. Ол суреттердің алдында бір сәт тұрып қалды. Ләззат әжей асханада пешті жағып жатқан еді. «Сен тамақ ішкен жоқсың», деді ол асханадан. Бұл сұрақ емес, тұжырым еді. «Жолда бірдеңе жеген едім, анашым». «Ол есеп емес», деді ол. «Сәуле асхананың есігінен көрініп көмектесе аламын ба?» деді. Ләззат әжей оған адамды бірден оқып қоятын көзқараспен қарады да, «Қаласаң, анау себеттегі пиязды ашып бере ғой», деді. Осымен бітті. Ешқандай салтанатсыз, ешқандай ыңғайсыздықсыз. Сәуле пиязды алып арши бастады, ал екі әйел кішкентай асханада шынайы әңгімелер басталатындай баяу, байсалды үнсіздікпен жұмысқа кірісті. Рамазан төргі бөлмеде қалды. Әкесінің ондаған жылдар бойы отырған, қазір өз орнында үнсіз тұрған орындығына отырды. Айналаға тек қарап емес, көріп отырған адамның ықыласымен қарады. Үй ақшамен емес, адамның ықыласымен күтілген еді. Жөндеуге келетін ештеңе сынық емес еді. Ештеңе кір емес. Бірақ ол көздері үйренген сайын кейбір нәрселерді байқай бастады. Алдыңғы терезенің шынысы сынып, күннен қарайып кеткен скотчпен жапсырылған. Асханадағы кранның құбыры тамшылатпау үшін резеңкемен таңылған. Төбенің бұрышында ескі сыздың ізі бар. Ай сайын жіберілетін ақшамен жөнделуі тиіс үй ақшамен емес, өмір бойы жоқты бар етіп үйренген әйелдің еңбегімен тұр еді. Онда ақша қайда кетіп жатыр? Бұл сұрақ оның ішінде кішкене тас сияқты қалып қойды. Қабырғаның арғы жағында, асханада Сәуле мен Ләззат әжей сөйлесіп жатты. Ол сөздерді емес, тек тонды естіді. Екеуінің дауысында ортақ өткені болмаса да, адамдық деңгейде бірден тіл табысқан жандардың үні бар еді. Кешкі астан кейін ол қарапайым болғанымен, дәмі керемет еді. Күріш, ет, шелпек және Ләззат әжейдің өзіне ғана тән құпиямен дайындаған салаты, Рамазан анасына ыдыстарды жинауға көмектесті. Ол жуды, Рамазан сүртті. Осы бір қарапайым тұрмыстық әрекетте 11 жылдық үзілістің біртіндеп жалғанып жатқаны сезілді. «Анашым», деді ол тәрелке сүртіп жатып. «Мен жіберген ақшаны не істедің?» Ол тоқтамай жуа берді. «Сақтап қойдым», деді ол жай ғана. «Қайда сақтадың?» «Осында, сенімді жерде». «Бірақ сен оны үйге жұмсамапсың ғой», деді ол. «Мұнда жөндеуді қажет ететін нәрселер бар». Ол соңғы стақанды асықпай жуды. «Қажеттісі жөнделді, балам». «Кімнің тұрғысынан қажетті, анашым?» Ол стақанды кептіргішке қойып, ұлына өзі білетін сол бір тікелей көзқараспен бұрылды. «Өзін күтулі сезіну үшін баласының ақшасына мұқтаж емес адамның тұрғысынан», деді ол. Бұл сөйлемде сөздің беткі мағынасынан да тереңірек мән бар еді. Рамазан бұл сөзді қолына ұстаған ауыр жүктей сезінді. Кешірек, Ләззат әжей демалуға кеткенде, Сәуле мен Рамазан алдыңғы балонда отырды. Ауылдың аспаны Алматының шамдарынан алыс жұлдызға толы еді. Алыстан әтештің дауысы естілді. Бұл уақытта бір түрлі болса да, екеуі де ештеңе демеді. Ол аспанға қарап отырып, «Анаңыз ерекше адам екен», деді. Ол аласа қоршаудың арғы жағындағы қараңғылыққа қарап тұрды. «Білемін», деді ол. «Әрқашан білетімін. Бірақ білу мен қасында болу екі түрлі нәрсе». Сәуле бір сәт үнсіз қалды. Содан кейін, ол асханада менен не істейтінімді сұрады, деді. «Ғимаратта тазалықшы болып істейтінімді айттым». «Оған ұнайма?» деп сұрады. «Мен істелуі тиіс істі жақсылап істегенді ұнататынымды, бұл істің қандай екеніне байланысты емес екенін айттым». Ол бұл жауаптың өте дұрыс екенін айтты. Рамазан оған қарады. Тағы не сұрады? Сәуле кішкене үзіліс жасады. «Балаларым бар жоғын сұрады». «Гаухар туралы айттым». «Жасын мектепте оқитынын, жағдайын сұрады». «Осындай сұрақтар». «Тек осындай ма?» деді ол. Ол оған қарады. Бірден жауап бермеді. Ол жауап бермеген кеңістікте Рамазан әлі түсінетін уақыт келмеген.
бірақ келе жатқан бір ақпарат бар еді. Ол ақпарат жұлдызда аспан біртіндеп таңғы жарыққа орын бергендей анықтала түсетін еді. Қарнақтағы келесі таң Қазақстанның басқа еш жерінде кездеспейтіндей батыл шыққан оңтүстіктің күнімен басталды. Рамазан анасының үйіндегі қонақ бөлмеде жас кезіндегі төсегінде оянды. Бұл төсек естелікте кішірейіп кеткендей көрінгенімен сол қалпында екен. Үстінде Ләззат әжей өзі тоқыған сол баяғы көк жамылғы. Ол көзін ашпай тұрып-ақ ауада кофенің иісі сезілді. Алматының дайын кафелері ешқашан жете алмайтын, мата сүзгіштен өткен нағыз кофенің иісі еді. Ол тұрмас бұрын біраз жатты. Асханада анасының біреумен сөйлесіп жатқанын, содан кейін Сәуленің жауап бергенін естіді. Таңертеңгілік екі әйелдің асханадағы бұл әңгімесі сондай бір қарапайым әрі адами еді. Ол осы сәттің дәмін біраз уақыт сезініп жатты. Асханада Ләззат әжей шелпек пісіріп жатты, ал Сәуле кешегі стақандарды жуып тұр еді. Екеуі де бір-біріне кедергі жасамай, бұрыннан бірге тұратын жандардай қозғалатын. Рамазан кіреберісте бір секунд тұрып қалды. Анасы оған өзі білетін сол бір қаталдық пен мейірім аралас көзқараспен қарады. «Қайырлы таң, балам», деді ол жұмысын тоқтатпай. «Отыр, қазір бәрі дайын болады». Ол үстелге отырды. Сәуле оның алдына ешкім сұрамаса да бір кесе кофе қойды. Ол оған бір сәт ризашылықпен қарады. Таңғы ас кезінде Ләззат әжей ауылдағы жаңалықтарды айтты. Ол бәрін бірден емес, біртіндеп жеткізетін сабырмен сөйледі. Базардың күні өзгергенін, ащы судың тартылып барып қайта толғанын, көршінің қызы босанып, баласының атасына ұқсайтынын айтты. Рамазан мұқият тыңдады. Бұл жексенбілік қоңыраулардағы тыңдаудан басқаша еді. Ол әрбір ұсақ түйекті маңызды деп қабылдады, өйткені бұл оның 11 жыл бойы қашықтықта жүріп өткізіп алған анасының өмірі еді. Таңғы астан кейін ол ауылда аралап қайтқысы келетінін айтты. Анасы ыдыстарды жуып, сағат 10-нан кейін күн қатты ысып кететіндіктен түскі асқа дейін келуін өтінді. Сәуле де бірге барып, ауылды көргісі келетінін айтты. Олар күн әлі қатты ысымай тұрып ауылды аралады. Көшелердің көбі қара жол еді. Үйлер аласа, күннің астында түстері оңған көк, сары, қызғылт түсті болатын. Рамазан бала кезінен білетін дүкенді таныды. Өзі оқыған мектептің қабырғасындағы үздік түлектердің тізімін көрді. Онда Рамазан Мұханов, кәсіпкер, Алматы деген жазу тұр еді. Ол мұны мақтанышпен бір түрлі сезім аралас күйде оқыды. Сәуле сол тізімнің алдында тоқтап, «Сіз мұнда екеніңізді білдіңіз бе?» деді. «Жоқ, анаңыз білетін шығар». «Мүмкін», деді ол. Өз атын өзі алғашқы білім алған мектебінің қабырғасынан көру бір түрлі еді. Ол мектептегі бала мен қазіргі адамның арасындағы бүкіл өмір ешқандай жазуға сыймайтындай көрінді. Қайтар жолда олар Ғарифолла Ақсақалды кездестірді. Ғарифолла Ақсақал 82 жаста еді. Ол Рамазанның әкесінің ең жақын досы болған. Ол Рамазанды алыстан танып, шын қуанышпен қарсы алды. «Рамазан жан», деді ол қол алысып. «Сен жас кетіп, азамат болып оралыпсың. Әкең сені мақтан тұтар еді». Рамазан Ақсақалдың қолын абайлап қысты. «Амансыз ба, Ғарифолла ата?» Қария Сәулеге сыпайылықпен қарады. Рамазан оны бірге келген досы ретінде таныстырды. Ақсақал бәрін сөзсіз түсінетін қарияларға тән биязылықпен басын изеді. Содан кейін ол байсалды кейіпке енді. «Мен саған хабарласпақ болдым, балам», деді ол. «Осы жылдар ішінде бір-екі рет анаңның ескі үй телефонына хабар қалдырғанмын. Саған жетті ме, жетпеді ме, білмеймін». Рамазан оған қарап қалды. «Не айтпақ болып едіңіз, ата?» Қария бір сәт кідірді. «Оны басқа уақытта айтайын», деді ол. «Бұл көшеде айтатын әңгіме емес. Кешке біздің үйге соқ, сонда сөйлесерміз». Рамазан баратынын айтты. Қария кеткеннен кейін Сәуле біраз уақыт үнсіз жүріп, «Бұл маңызды сияқты», деді. «Солай сияқты. Жалғыз барғыңыз келе ме?» Ол бір сәт ойланып, «Әлі білмеймін», деді. Түскі ас Ләззат әжейдің өмір бойы қарапайым заттардан дәмді тамақ жасап үйренген шеберлігінің жемісі еді. Сәуле шынайы тәбетпен жеді. Тауық етін ерекше мақтады. Бұл Ләззат әжейдің жүзіне сирек кездесетін жылы күлкі ұялатты. Түстен кейін, анасы демалуға жатқанда Рамазан жалғыз серуендеуге шықты. Оған ойын жинақтау үшін қозғалыс керек еді. Ащы судың жиегіне барып, күн сәулесі шағылысқан су бетіне қарап тұрды.
Сол кезде Камиладан хабарлама келді. Ол жағдайын сұрапты. Рамазан бұл сапардың өзі ойлағаннан да қиын әрі қажетті болып жатқанын жазды. Камила өзіңді күт деп жауап берді. Ол бұл хабарламаға біраз қарап тұрды. Онда шынайы мейірім бар еді, ал Рамазан дәл сол сәтте шынайылық пен ресмиліктің айырмашылығын қатты сезініп тұрған болатын. Кешкісін ол Ғарифолла ақсақалдың үйіне жалғыз барды. Қария оны салқын қымызбен қарсы алды. Анан қолындағы тауықтарын сатып жіберді. Балам, деді қария олар балонда отырғанда. Осыдан 8 жыл бұрын. Сосын анасынан қалған ескі сандығын да сатты. Тіпті әкең 40 жасқа толғанда сыйлаған алтын алқасында ломбардқа өткізді. Рамазан қарияға қарап қалды. Неге? Өйткені сен жіберетін ақша әкең қайтқаннан кейін бірнеше ай бойы кешігіп келді, деді қария еш айыптаусыз, тек көргенін айтып. Сенің компанияңда үлкен келіссөздер жүріп жатқан кез болса керек. Оның дүкенге қарызы болған еді, аз ғана, бірақ иесі өсімақымен сұрап тұрып алды. Ол саған айтқысы келмеді, жұмысына кедергі болармын деп қорықты. Сосын қолында барын сатты. Рамазан қозғалмай қалды. Сосын ауырып қалғанда, деп жалғастырды қария, осыдан 2 жыл бұрын. Қан қысымы көтерілгенін саған айтпады. Мен оны емханаға 3 рет өзім апардым. Сені уайымдатқысы келмеді. Баламның жұмысы көп, жауапкершілігі үлкен, шал-шауқанның ауруын айтып не істеймін, деді. Рамазан қымызға қарап, іше алмады. Оның ішіне бір ауырлық біртіндеп орнап жатты. Мен саған хабар бермек болдым, деді қария мейірімен. Бірақ қаланың өмірі қарбалас қой, хабарлар жолда қалып қоятынын түсінемін. Мен сені айыптап тұрған жоқпын. Тек сен қазір осындасың, ал әкең менің 50 жылдық досым еді. Ол сенің білгеніңді қалайтын еді деп ойлаймын. Рамазан ұзақ уақыт үнсіз отырды. Содан кейін дауысы қарлығып, рахмет, Ғарифолла ата, деді. Қария басын изеді. Содан кейін күтпеген жерден, бүгін таңертең анаңның көздерінен мен көптен бері көрмеген жарықты көрдім, балам. Бұл да шындық. Және бұл мен айтқаның бәрінен де қымбат, деді. Рамазан қарияның үйінен ауыр қадаммен шықты. Ауыл көшелерімен біраз мақсатсыз жүрді. Анасының үйіне жақындағанда асхананың сары жарығын, іште Ләззат әжей мен Сәуленің көлеңкелерін көріп, соңғы 11 жылда жасаған ешқандай есебіне сыймайтын бір сезімді бастан кешті. Келесі күні таңертең Рамазан анасын дәрігерге апарды. Бұл әңгімені бастау оңай болған жоқ. Таңғы ас ішіп отырып, анашым, бүгін мен сені дәрігерге апарғым келеді, деді ол тікелей. Ол арқасымен бұрылып, пештегі қазанды араластырып жатқан еді. Керек емес, балам. Мен жақсымын. Жақсымын дегеніңді білемін. Бірақ мен қан қысымың туралы естідім. Ол бір сәт тоқтап қалды. Содан кейін жұмысын баяу жалғастырып, Ғарифолла айтқан екен ғой, деді, айыптаусыз. Айтты, және дұрыс істеді. Бүгін барамыз. Ауылдағы пунктке немесе аудан орталығындағы клиникаға барамыз. Ол басын сәл бұрып, сенің ақшаңды дәрігерге босқа жұмсамаймын, деді. Бұл босқа емес, анашым. Және ақшаны мен төлеймін, ол туралы ойламай-ақ қой. Ол үнсіз қалды. Содан кейін пешті сөндіріп, ожауды шетке қойды да, мен дәрігерлерді жек көремін, деді. Мен де, деді Рамазан, бірақ бәрібір барамыз. Ол үнсіз келісті. Бұл өзі ұзақ уақыт жалғыз жүргізген күресін біреудің бөлісуіне рұқсат берген адамның келісімі. Сәуле Ләззат әжеймен үйде қалды, ал Рамазан алдымен дәріханадан қан қысымын өлшейтін аппарат сатып алды. Алғашқы өлшеу көрсеткіші өте жоғары болды. Рамазан экрандағы сандарға қарап, өзі қаламаған шындықтың расталғанын көрді. Аудан орталығындағы клиникаға дейін 40 шақырымдай жол еді. Дәрігер жас жігіт екен, ол Ләззат әжейді асықпай тексерді. Соңында Рамазанды дәлізге шығарып сөйлесті. Гипертония кем дегенде 2 жылдан бері бақылаусыз қалған, деді ол. Оны тұрақты емдеу керек, тек симптомдар пайда болғанда ғана емес. Ол дәрілерді үзбей ішу керек еді, бірақ ішпеген сияқты. Мүмкін бақылайтын адам болмағандықтан шығар. Рамазан дәлізде тұрып, оған қанша уақыт күтім керек? деп сұрады. Өмір бойы, деді дәрігер сабырмен. Бірақ дұрыс бақылау болса, оның өмір сапасы өте жақсы болады. Мәселе ұзақ уақыт бақылаусыз қалғанында. Солай болды ма? Дәрігер оған қарады.
Оның дәрі ішпеген кездері соңғы 2 жылдағы 3 кезеңге сәйкес келеді. Рамазан бұл ақпаратты іштей қорытты. Бөлмеге кіргенде анасы сөмкесін тізесіне қойып, не боларын күтіп отыр екен. Ол қасына отырды. Оның ондаған жылдар бойы жұмыстан қатайған, күн мен судан әжім басқан кішкентай қолын алды. Ләззат әжей ұлының қолына қарап, ештеңе демеді. Бірақ қолын ақырын қысты. Қайтар жолда Рамазан үнсіз болды. Ләззат әжей терезеден далаға қарап отырды. Анашым, деді ол ауылға жақындағанда. Неге маған айтпадың? Ол бір сәт үнсіз қалды. Содан кейін, өйткені сенің өз өмірің бар, балам. Компанияң бар, пәтерің бар, жауапкершілігің көп. Мен сенің шешуің керек тағы бір мәселең болғым келмеді. Сен мәселе емесің, анашым. Білемін, бірақ жақсы көргенде адам ауырлық түсіруден қорқады екен. Ауылға кеш батқанда жетті. Сәуле баллонда отыр екен, оларды көргенде кітабын жауып, орнынан тұрды. Рамазанға сұраулы жүзбен қарады, ол басын сәл изеді. Сол түні Ләззат әжей демалғаннан кейін, Рамазан мен Сәуле асханада қалды. 2 жыл, деді ол. 2 жыл бойы қан қысымы бақылаусыз болған. Және бұл кезең менің компаниядағы ең қиын келіссөздермен тұспа-тұс келеді. Сәуле үнсіз тыңдап отырды. Мен апта сайын хабарласатынмын, деді ол. Ол жақсымын дейтін. Мен сенетінмін. Бірақ шындығында маған тереңірек сұрақ қойғаннан гөрі сенген оңайырақ болды. Сәуле бір сәт үнсіз қалып, сіз өзіңізге тым қаталсыз, деді. Мен адалмын. Екеуі де бірдей болуы мүмкін, деді Сәуле. Сіз білмедіңіз. Ол айтпады. Бірақ қазір сіз осындасыз, оны дәрігерге апардыңыз, қолыңызда рецепт бар. Бұл маңызды. Бірақ сол 2 жылда маңызды ғой. Маңызды, онымен өмір сүруіңізге тура келеді. Бірақ ол өкініш сізді тоқтатама, әлде бірдеңені өзгертуге итермелей ме, мәселе сонда. Рамазан оған қарады. Олардың арасында бұрынғыдан да тереңірек тыныштық орнады. Сәуле, деді ол. Ол оған қарады. Мен сенен бір нәрсе сұрауым керек. Сұраңыз, сен неге келдің? Міндет болғандықтан емес, сыпайылық үшін емес. Шынымен неге келдің? Ол бір сәт үнсіз қалды. Содан кейін дауысын сәл бәсеңдетіп, өйткені сіз мені мына жердегідей танымайтын адам керек дегенде, мен не сұралып тұрғанын түсіндім. Және мен сол адам бола аламын деп ойладым. Тек сол ғана ма? Ол оған сөздерді мұқият таңдаған адамның нышанымен қарады. Тек сол ғана емес, деді ол. Бірақ қалған жауапты сіз тыңдауға дайын болғанда ғана беремін. Меніңше, ол уақыт әлі келген жоқ. Рамазан оған қарап тұрды. Неге қазір емес? Өйткені қазір сіздің басыңыздан көп нәрсе өтіп жатыр, деді ол. Мен жауап бергенде, сіз оны толық қабылдай алатын күйде болғаныңызды қалаймын. Ол жақсы, деді. Камиланың көлігі сәрсенбі күні түстен кейін ауылдың қара жолында көрінді. Рамазан оны жүргізушісінен бұрын көлігінің моделінен таныды. Ол аулада анасына ас-көк жинауға көмектесіп жатқан еді. Камила кез келген жағдайда өзін ұстай білетін салқынқандылықпен көліктен түсті. Ол Рамазанға мейіріммен бағалау аралас көзқараспен қарады. Содан кейін аулаға, үйге, ескі талға қызығушылықпен көз жүгіртті. Рамазан қақпаға барды. Екеуі құшақтасып амандасты. Ескертуің керек еді, деді ол. Білемін, деді ол. Бірақ мен өз көзіммен көруім керек болды. Ол үйге кірді. Ләззат әжей асханадан шығып, Камилаға үнсіз қарады. Камила оған жақындап, Ләззат әжей, мен Камиламын, танысқаныма қуаныштымын. Осылай ескертусіз келгеніме кешірім өтінемін, деді. Ләззат әжей оған бір сәт қарап тұрды да, ниеті түзу адамның келгені ешқашан оқыс емес. Кір, деді. Сәуле үйдің ішінде еді, ол Камиламен дәлізде кездесіп қалды. Екеуі бір сәт бір-біріне қарап тұрды. Камила сыпайы амандасты. Сәуле де солай жауап берді. Ләззат әжей кофе дайындайтынын айтып, бәрін баллонға шақырды. Сәуле көмектесуге кетті. Рамазан мен Камила төргі бөлмеде қалды. Камила айналаға мұқият қарады. Қалай болып жатыр? Деп сұрады ол. Қиын, деді Рамазан, бірақ өте қажет. Ол басын изеді. Дәрігерге бардыңдар ма? Бардық, қан қысымы 2 жыл бақылаусыз болған. Енді тұрақты күтім керек.
Мен ауылдан бір адамды көмекші ретінде жалдауды ойлап отырмын. Камила оған тура қарап, ал қалғаны ше? Деді. Не қалғаны? Өзіңді кінәлі сезінуден басқа не сезініп жүрсің? Рамазан бір сәт үнсіз қалды. Мен 11 жыл бойы өз өмірімді құрдым, бірақ оны бір бостықтың үстіне салған екенмін. Ал ол бостық мені осында күтіп тұрған екен. Ал Сәуле ше? Деді Камила ешқандай қатыгездіксіз, тек шындықты білгісі келген дауыспен. Ол оған қарады. Адал болуға уәде берген еді. Ол менің ішімдегі мен өзімде білмейтін жерге жетті, деді ол. Ол менің ең қорғансыз кезінде ең дұрыс сөздерді айта білді. Камила оған біраз қарап тұрды. Мен білгенмін, Рамазан кім екенін, атын білмесем де сенің соңғы апталарда өзгергеніңді сездім. Және бұл компанияның дағдарыс емес екенін де білдім. Мен саған ертерек айтуым керек еді, деді ол. Сен өзің де білмедің ғой, деді ол. Мен өтірік пен процестің айырмашылығын білемін. Рамазан, мен сені ренжіткім келмейді, деді. Ренжітіп қойдың, деді ол сабырмен. Бірақ өтіріктен гөрі шындық жақсы. Бұл шындық, ал шындықтың азабынан шығудың жолы бар. Баллонда Ләззат әжей мен Сәуле кофе әкелді. Төртеуі бірге отырды. Бұл бір түрлі, бірақ шынайы сәт еді. Ләззат әжей Камиламен ауыл туралы, жаңбыр туралы сөйлесті. Оның бойында Рамазан жаңадан байқай бастаған үлкен асылдық бар еді. Камила сол түні аудан орталығындағы қонақ үйге қалды. Келесі күні таңертең Рамазан екеуі ащы судың жиегіне барды. Олар біраз уақыт үнсіз жүрді. Сен жақсы адамсың, Рамазан, деді Камила. Сен қателестің және қателесе бересің, бәрі сияқты. Бірақ сен маңызды сәтте адал бола аласың. Бұл көп адамның қолынан келмейтін іс. Рамазан оған ризашылықпен қарады. Бұл 3 жыл бойы қасында болған адамға деген терең құрмет еді. Камила Ләззат әжеймен және Сәулемен жылы қоштасты. Оның көлігі ауылдың қара жолымен шаң шығарып ұзап бара жатқанда, Рамазан қақпаның алдында ол көрінбей кеткенше қарап тұрды. Анасы қасына келіп, ол жақсы әйел екен, деді. Иә, жақсы әйел болу, ол сенің адамың болу деген сөз емес, деді анасы да үйге кіріп кетті. Ләззат әжейдің төсегінің астында жасыл түсті темір қорап бар еді. Рамазан оны бала кезінде көрген, бірақ кейін ұмытып кеткен екен. Бейсенбі күні кешке анасы сол қорапты алып шықты. Ол қорапты үстелдің үстіне қойып, мұны әкең сен келгенде бер деп аманаттаған еді, деді. Ол сенің бір күні міндетті түрде оралатыныңды білді. Қораптың ішінде ескі суреттер, ағаш тәспі және бір хат бар еді. Хаттың сыртында әкесінің қолтаңбасымен Рамазан Мұхановқа деп жазылған. Рамазан хатты абайлап ашты. Ішінде 3 парақ қағаз бар еді. Балам Рамазан деп басталыпты хат. Егер сен мұны оқып отырсаң, демек оралдың. Әкесі хатта өзінің де жас кезінде ауылдан кетіп, Алматы жақта жұмыс істегенін, анасының қасында болмай, көп нәрсені өткізіп алғанын айтыпты. Менің қателігімді қайталамауыңды тіледім, бірақ сенің мақсатың менікінен де үлкен еді деп жазыпты. Ал соңында мынадай сөздер бар екен: өзің өзіңді жек көріп тұрған сәтте де қасыңнан табылатын адамды кездестірсең, оны жіберіп алма. Ол адам сен салған барлық ғимараттардан да қымбат. Рамазан хатты оқып болып, ұзақ уақыт үнсіз отырды. Содан кейін анасын құшақтады. Бұл 11 жылдық сағыныш пен өкініштің, махаббат пен кешірімнің құшағы еді. Келесі күні таңертең Рамазан мен Сәуле асханада қалды. Мен дайынмын, деді Рамазан. Сәуле оған қарап, мен бұл сапарға міндет болғандықтан келген жоқпын, деді. Мен сенің жол жиегінде анаңды көріп, қозғала алмай қалған сәтіңдегі адамды ұнаттым. Және сол адамның қасында болғым келеді. Рамазан оған жақындап, мен де, деді. Алматыға қайтар жол өзгеше болды. Олар енді бір-біріне жат емес еді. Рамазан Сәулені үйіне қалдырды. Оны қызы, Гаухар, терезеден күтіп отыр екен. Рамазан кеңсеге оралғанда бәрі бұрынғыдай көрінгенімен, оның ішіндегі дүние өзгерген еді. Ол анасына көмекші жалдады, үйін жөндеуге адамдар жіберді. Енді ол аптасына 1 емес, 3 рет хабарласатын болды. Қыркүйек айында Рамазан Қарнаққа 2-ші рет барды. Бұл жолы ол жалғыз емес, Сәуле және оның қызы Гаухармен бірге барды. Ләззат әжей Гаухарды өз немересіндей қарсы алды. Олар асханада бірге шелпек пісірді.
Рамазан балонда отырып, іштегі күлкі мен әңгімені тыңдап, бір нәрсенің түпкілікті жөнделгенін сезді. Бұл ақшамен емес, жүрекпен жасалған жөндеу еді. Әкесінің хаты, анасының сабыры, Сәуленің адалдығы, осының бәрі оған ең маңызды сабақты үйретті. Адамның үлкендігі оның мансабымен емес, жақындарына деген мейіріммен өлшенеді. Оқиға соңы